Балалар, қазір қай жыл мезгілі? Көктем мезгілі. Балалар, көктем мезгілінің ай атауларын айтып шығаршы. Наурыз, сәуір, мамыр. Балалар, қазір мамыр айы екен, иә? Балалар, мамыр айында ең алғашқы мереке, ол бірінші мамыр достық күні екен, иә? Хиуаны алып келеміз қазір суретке. Басамыз. Біз Қазақстанда ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қабырғасында орналасқан. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Осылар Қазақстанда күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. Жарайсың. Отыра ғой. Сәлем. Айтайықшы, бірінші тұрған ол қазақ елі екен, иә? Қазақша киім кім киді бізде топта? Өзбек ұлтының киімін киген, ол Аяна мен Дінислам екен. Келесі киім бізде үнді елінің киімі екен. Ал енді бізде орыс киімін киген кім? Өзбек ұлтының киімін киген кім? I